Вагинизм деген бұл әйел мен еркек жыныстық қатынасқа түсе алмайды. Яғни еркекте проблема жоқ, онікі тұрып тұр, все нормально. Ал әйел жыныс мүшені кіргізетін тұсқа келген кезде денесін жиырып қалады, қынабы жиырылып қалады. Яғни ол жерге жыныс мүше кіре алмайды. Мінекей 20 жылдан аса гинекологияда, яғни медицина саласында жүріп, басымыздан әртүрлі оқиғаларды, пациенттеріміздің әртүрлі оқиғаларына куә боламыз. Бүгін бір оқиғаны айтқым келіп отыр. Не үшін? Бұл көпшілік қызға сабақ болу үшін. Және көпшілік қыздар вагинизм деген дерттің барын білмейді. Және вагинизмге душар болған кезде тек қана менде осы проблема деп ойлайды. Өйткені оны ешкімге, мысалы, миомасы болса, менде миома жаңағы кистам бар деп спокойно айта береді, бірақ вагинизмді айта алмайды. Әсіресе ер адамдар оны көп жасырады. Вагинизм деген бұл әйел мен еркек жыныстық қатынасқа түсе алмайды. Яғни еркекте проблема жоқ, онікі тұрып тұр, все нормально. Ал әйел именно жаңағы жыныс мүшені кіргізетін тұсқа келген кезде денесін жиырып қалады, қынабы жиырылып қалады. Яғни ол жерге жыныс мүше кіре алмайды. До того қатты спазм болады, что жыныс мүшесіне, қынабына еркектің жыныс мүшесі мүлдем кіре алмайды. Бұл вагинизм деген дерт. Енді менің тәжірибемде вагинизммен көптеген қыздар келеді. Және келген сайын менде ғана сондай проблема, әлемде менде ғана деп ойлайды. Шындығында енді өкінішке қарай қазір өте көп бұл проблема адамдарда бар. Немен байланысты, мен нақты білмеймін, бірақ көбінесе бұл қыз баланың травмалары. Бізде статистика бойынша әрбір екінші, үшінші қыз бала зорлық, зомбылыққа душар болған. Енді нақты прям зорланбаса да, соған дейін құшақтап ер адамдардың да бір қоғаңлық көрсетуі, бір тәнін сипалауы, яғни қыз балаға ұнамайтын жиіркенішті іс-әрекеттерді ер адамдардың тұсынан сондай бір, яғни сексуаль домогательство дейміз ғой, сондайға әрбір қазақтың екінші қызы душар болған. Зорланған қыздар өте көп. Бірақ біз білетініміз өте аз. Енді кішкентай кезінде зорлап кетсе, уже қан болып жыртылып кеткен жағдайда білеміз, ал өсіп, уже жетілген кезде көп қыздар зорлыққа душар болады. Тіпті өзінің туысқандары зорлап кетіп жатады. Соның кесірінен немесе зорланбаса да, сондай попытка болған кезде қыз бала қатты қорқып қалса, әсіресе кішкентай бала күнінде, сосын көп қыздар оның есінде жоқ болады. Өйткені біздің миымыздың функциясы бізге ұнамайтын, өмірімізге қауіп төндіретін оқиғаларды миымыздан алып тастағысы келеді. Мысалы, өзімізде ұмытып қалғымыз келеді, ұнамайтын нәрсе ұмытып қалсам екен, есіме түспесе екен, сол нәрсе вообще есімізге түсетін дүниеден қашамыз, өйткені біздің миымыз біздің өмірімізді сақтау үшін әсіресе кішкентай күндегі травмаларды ұмыттырып жібереді. Бірақ ол дүниенің барлығы біздің бейсанамызда жазылып тұрады. Яғни жыныстық қатынас, ол жиіркенішті фу деген нәрсе тұрады. Мысалы, бір случайда бізде қыз бала туудан қорыққан. Яғни кішкентай кезде жеңгесі қайтыс болып кеткен бала туу үстінде. Сол үшін ол қыз бала тусам мен өліп қаламын деген бойында қорқыныш болады. Бір қызда мысалы зорлық, жаңағы нағашы ағасы жыныс мүшесін тақап, сондай зорлық көрсеткен, бірақ зорламаған, бірақ дегенмен сондай попытка болған, қыз бала жиіркенген. Бірақ мамасына, папасына ештеңе айтылмаған, сол күй жабулы, қазан жабулы күйінде қала берген. Бірақ кейін тұрмысқа шыққан кезде жақсы көретін жігіті қаншама жыл бірге жүріп, құшақтасып, сүйісіп, именно кіргізу процесіне келген кезде жиырылып қаламын дейді. Все, не могу ничего сделать. Теуіп, итеріп, кіргізе алмайтындай жағдайда. Енді ең ұзақ ол 9 жыл және 8 жыл. Ал қалған пациенттерім ол 2 жыл, 1 жыл көлемінде жыныстық қатынасқа түсе алмай жүрген адамдар. Және әйел адам, ол проблема менде ғана, ол шешілмейтін проблема деп ойлағанның кесірінен, мысалы, бір уже серьезный түйткіл болған кезде алып келеді. Мысалы, Ақтаудан келген пациентімді ата-анасы, ата-енесі бесплодие, яғни 2 жыл болды күйеуге шыққанына, екеуі бала тумайды деп келінін ертіп келді. Сөйлестік. Кейін ата-енесі шығып, келінмен сөйлескен кезде біздің арамызда вообще секс жоқ дейді. Яғни оны өзінің әке-шешесіне де, қайын жұртына да ешкімге айтпаған. Бәрі бала тумайды, бесплодие деп есептеп, қызды бесплодие диагнозымен алып келді. Сосын біз вагинизм дедік, кейін аман есен бала көтеріп, ол ана атанды. Келесі бір случайда, мысалы, семейлік 2 жұп келді. Ол кісілерде күйеуі ультиматум қойған. Екеуміздің үйленгенімізге 3 жыл болды. Или биыл бір нәрсе жасайсың,
общем менімен жатасың, или мен сенімен ажырасамын. Сонда ультиматум қойылған кезде қыз жаңағы уже ажыраспас үшін, семьясын сақтап қалу үшін келді. Және Талғардан тоже бір случай, талғарлық пациентім. Ол кісілерде күйеуі мысалы 8 жыл енді адам айтса сенгісіз, бірақ вот 8 жыл екеуі отасқан, бірақ сыртына үйкеліп бітіреді, бірақ ішіне кіргізе алмайды, бала жоқ. И не болады сонда, уже күйеуі басқа бір адамды тудырып, сол жақта баласы болған естіген кезде барып ана әйел, жаңағы не істеймін, мен уже 8 жыл бала тумадым деп қайнатам мен қайненем үйден қуғысы келіп жатыр. Ана екі күйеуден ажырасқан, бірақ күйеуіме бала туып берген әйелді үйге кіргізгісі келіп жатыр. Өйткені бәрі немере сүйгісі келеді. Сондай жағдайда уже үйден кет деген кезде ата енесі сол кезде барып келіп тұр да. Оған дейін 8 жыл бойы, 8 жыл, 1 ай емес, 2 ай емес, 8 ай емес, 1 жыл, 2 жыл, 8 жыл қалай сен жыныстық қатынасқа түспей жүре бердің? Потому что сыртына үйкелу арқылы өзі оргазм алады, сонымен рахаттанып жүре береді, күйеуі де солай бітіреді, екеуі солай жүре берген. Бірақ ешкімге қаралмаған, тексерілмеген, гинекологтарға барады, гинекологтар креслоға шығарады, ол креслодан қорқады, бұтын жиырып алады, сонымен кетіп қалады, ақшасын төлейткенде кетіп қалады екен. Міне солай уақыт өте берген. Бұл видеоны не үшін шығарып тұрмын, бұл мысалдарды не үшін айтып тұрмын? Өкінішке орай, қыздар, біздің Қазақстанда қазір вагинизм дерті өте көп өршіп бара жатыр. Прям жылдан жылға өршіп бара жатыр. Сондықтан бұл жерде қорқудың, мен ғана сондай екен, мен бір жер норма емес деудің қажеті жоқ. Әртүрлі тәсілдері бар. Психологтарға, кейде гинекологтарға, особенно сексологтарға әркімнің методы әртүрлі. Мысалы, мен өзім гинеколог, сексолог и психолог болғандықтан әр пациентке әртүрлі подход жасаймын. Біреуге, мысалы, психологиялық травма тұсынан подход жасаймыз. Біреуге прям сексологиялық тұрғыдан именно қынабымен жұмыс жасаймыз, травмасы жоқ қыздарда. И гинекологиялық кейде подходтар жасауға тура келеді. То есть бұл жерде жаңағы 8 жыл, 9 жыл уже ажырасамыз, уже үйден кет деген жағдайға дейін жеткізбеу керек. Мысалы, қайнатасы мен қайненесі білмейді әлі күнге дейін, екеуінің арасында секс болмайтын. То есть секс болады, бірақ та именно вагинальный ішіне кіріп секс болмайды. Сондықтан оны білмейді, оны ешкімге айтпайды. Тек бала жоқ деп жүре береді екеуі. Міне осындай проблема ажырасу, басқа бір әйел пайда болу деген нәрсеге жеткізбей, ол проблеманы шешуге тырысу керек. Қазір құдайға шүкір, гинекологтар, сексологтарда, интимный тренерларда, психологтарда өте мықты көбейіп жатыр. Сондықтан өзіңізге ұнаған маманға барып, қаралып, міндетті түрде бұл проблеманы шешімін табуға тырысыңыздар. Егер вагинизм дерті болса, қыздар, бұл жерде ұялатын еш нәрсе жоқ. Осы видеоның астына комментарий жазыңыздар, біз біліп отырайық. Өйткені менің статистикам бойынша өте көп. Бәлкім осы проблема болып, басқаша бір методпен шешкен боларсыздар. Өйткені бұл бұрында да болған, кеңестік дәуірлерде. Бірақ интернет жоқ, жаңағы әйелді жасырынып, күйеуімен ажырасып кетеді. Сол күйі қыз күйінде күйеуден ажырасты, баласы жоқ, қала беретін. Оны ешкім түрбін қазбалап, ол жыныстық қатынасқа түсті ме, түспеді ме, ешкім даже байқамайтын да. Қазір ғана көбейіп кетті деп айта алмаймыз, бұрынғы кезде де болған, бірақ ақпарат қол жетімсіз, ажырасып кетті, не себепті ажырасып кетті, бір құдай біледі. Сондай нәрселермен қалып қоя берген. Енді дәл қазір бізде жыныстық зорлық, зомбылықтың көбеюіне байланысты. Әсіресе енді білмеймін, кішкене еркек болсын, әйел болсын, распущенный болып бара жатыр ғой. Қыз балаларға әлімжеттік жасап, сондай зорлық зомбылық көрсеткен, зорлық зомбылықтың кесірінен қыздарды даже біреудің жыныстық қатынасқа түсіп жатқанын көріп, кішкентай қыз бала қорқып қалса, соның өзі де болашақта оның вагинизм дертіне душар болуына әкелуі мүмкін. Или қыз бала кішкентай кезінде, мысалы, астық қышиды, қасып атып, бірнеге істеп жатқан кезде мамасы ұрып, қатты, ол жерді ұстауға болмайды, вообще ол лас дүние деген травма алып қалса, 2 жастағы, 3 жастағы қызды, 4 жаста, оны кейін ол есінде де жоқ, ұмытып қалды. Бірақ оның подсознаниясында ол жерге вообще жолауға болмайды. Қол не то, что қолмен біреудің жыныс мүшесін вообще кіргізуге болмайды деген ой тұруы мүмкін. Ондан бұл жерде комплексно жұмыс істеу керек болады. Видеоның астына, егер вагинизм дерті болса, шештіңіз бе, шешпедіңіз бе, шешсеңіз, қандай тәсіл сізге көмектесті, сол жайында жазып кетсеңіздер, өйткені біздің канал бұл танымдық канал. Бұл жерде бір-бірімізді мазақтау үшін бүйт қапты, сөйт қапты емес. Ондай адамдар, сіздер бұл каналға тіркелмей қойсаңыздар болады, жаңағы бір прикол іздеп, жай отыратын адамдар. Бұл жерге денсаулық каналы, адамдардың денсаулығын дұрыстауға көмектесетін канал болғандықтан,
шынайы жазылса және шынайы пікірлер болса күтем.